Баршаңызға қайырлы күн достар. Үй жағдайында осындай өте қарапайым 5-ақ минутта дайын болып пешке сала қоятын печеньені дайындап берсеңіз, балаларыңыз сізден күнде сұрайтын болады. Осы үгітіліп тұрған ауызда еритін печеньемізді дайындауға кірісіңіз. Ол үшін сізге тек қана 1-ақ жұмыртқа және 100 грамм қант керек. Осы екеуін қантымыз ерігенше жақсылап тұрып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Құрамы жеп-жеңіл, үй шыққан азаттан дайын болады, бірақ балаларыңызға өте қатты ұнайтынына мен сенімдімін. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майдан қосамыз. Мен 90 грамм сұйық май қостым. Оны да қосқаннан кейін жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне разрыхителімізді және шым-шым тұзымызды салып, електен өткізіп, массаны қамыр болғанға дейін жақсылап тұрып, венчиктің көмегімен араластырып, кейін қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне, менде осындай қамыр дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, әп-әдемі қамыр дайын болды. Оқтаудың көмегімен өзімізге керең қалыңдықта жайып аламыз. Және ортасына бөліп, мен формалармен жасаған жоқпын. Пышақтың көмегімен ұзыншалап кесіп, осындай формада печеньелерді кесіп шықтым. Енді сізде осыларды табаға орналастырып, пешке салу ғана қалды. 15 минуттың ішінде қызарып, үгілмелі болып, дәмді болып пісіп шығатын болады. 5-ақ минутта балаларыңызға печенье дайындап беріп, қуанта аласыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сындырған сайын үгілмелі, құрамы қандай керемет болып тұрғанын көруге болады, иә? Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып және тіркеліп кетіңіз.